Балаңыз телефонын тастасын десеңіз, бұл видео сізге арналады. Ол қызыңыздың есте сақтау қабілетін арттырып, оның зейінін ашатын, және де оған ел, жерді таныстырып, қазақтың ұлы тұлғаларын танытатын мен сіздерге күшті бір дүние ұсынбақпын. Сіздер біздің дәулеттен валюталар ойынымызды білесіздер. Үстел үсті ойыны, осылай үстелде ойнасаңыз болады, болмаса жерде ойнасаңыз да болады. Бұл жерде 54 карта бар, ішінде 27 түрлі ел, 27 елдің әрбір картада сол елдің атауы, астанасы және де валютасының аты және жер көлемі бойынша нешінші орында тұрғаны көрсетілген. Тағы айтатын нәрсесі, бұл 54 карта дедім ғой, не үшін 27? Себебі әр елдің екі картасы бар осының ішінде. Бір картасының ішінде валютасының бірінші беті, яғни аверс, және де екінші картада реверс екінші беті көрсетілген. Бұны қалай ойнайды? Оны айтпас бұрын менде тағы бір күшті жаңалық бар. Дәл осы ойын тектес, осымен бірдей ережеде ойналатын біз енді дәулеттен тұлғалар атты жаңа ойынды шығардық. Бұл несімен ерекшеленеді, несімен құнды. Бұл жерде валюталарда біз елдермен болса, дәулеттен тұлғаларда біз өзіміздің қазақтың тарихында қалған, қазақ ұлтына еңбегі сіңген ұлы тұлғаларды бейнеледік бұл карталарда. Мұнда да 54 карта, 27 тұлға бар, әр тұлғадан 2 картадан. Бұл жерде не көрсетті? Мысал айтатын болсақ, мына бірінші картада тұр Әлихан Бөкейханов. Білесіздер, Алашорда үкіметінің төрағасы. Бұл 2 картада біріншісінде Әлихан Бөкейхановтың туған жылы, кім екені, қандай тарихи орны бар екен айтылған, Алаш партиясының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, ғалым адам. Екінші картада Әлихан Бөкейханов Қарағанды облысы Қарқала ауданында туған. Өзінің одан кейін әрбір тұлғаның осында орналасқан бір қанатты сөзін жаза кеттік. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді. Бұны қалай ойнаймыз? Жалпы 6 жастан жоғарыларға деп көрсеткенбіз, бірақ та егер балаңыз 4 жаста, 5 жаста оқу, жазу түсінетін болса, жалпы ойнау ережесін былайша айтқан кезде іліп алып кете алатын болса, онымен де ойнауға болады. 2-10 адаммен ойнаған тиімдірек. Бұны сіздер алғаннан кейін, дәл осындай қорап күйінде сіздерге барады. Сыртын барлығы суға бір нәрсеге бүлінбесін деп пакетке оралған арнайы. Бұның материалы бізде пластиктен, май суға бәріне ыңғайлы, жыртылмайды, ұзақ қолданысқа жарамды. Енді сіздер алып ашқаннан кейін бұны бүйтіп араластырып алу керек. Себебі шығарылған кезде бұл ретімен қойылған тұлғалар. Енді балдар жай жүрек. 54 картамызды жайдық. Біз қазір Жантөре, Томи, Жанбота және де Айназ мен бесеуміз ойнаймыз. Біздің ойынның негізгі шарты, мақсат не? Жаңа айтып кеттім, 54 карта, 27 тұлға, әрқайсысында 2 парынан бар дедіңіз. Біздің мақсатымыз сол карталарды аша отырып, сол 2 парды табу керек. Әр адамға бірінші басталады, мысалы Жантөре бастаса, ол 2 картаны ашып көреді. Мынаны ашады, және де мысалы мынаны ашады. Сөйтеді, екеуі, мысалы Фариза Оңғарсынова және Шәмші Қалдаяқов шықты. Екеуі бір-біріне пар емес. Сондықтан қайттан жабады. Сөйтіп келесі бізде Томи жалғастыра береді, осылай сағат тілмен айналып ойнай береміз. Егер парын тапқан жағдайда, бірден мысалы былай парын тапса, Жантөре алады өзіне, сөйтіп екінші оған тағы да мүмкіндік беріледі. Сосын екіншісін тағы да ашып көреді. Екіншісінде табатын болса, одан ары қарай жалғастыра береді. Егер таппаса, онда жабады да, ары қарай келесі адамдар жалғастыра береді. Бұл жерде байқасаңыздар, міне, әр нәрсені ашып, дұрыс емес шығып қалды ма, екеуі бүйтіп қарайды, жапты. Сонда бала ойланып, есте сақтап отырады, қай картаны қай жерден аштым деген секілді, уже мұнда миын қозғалтады, миы жұмыс жасай бастайды. Дәл солай басқа ойыншыларда қарап отырады, қай карта қай жерде ашылды деген секілді. Мысалы, ашқан кезде басқа адамдарға бүйтіп көрсетіп ашу керек. Жаңағыдай бір адам ғана ашып, сол ғана көреді емес, басқаларды көреді. Оларда есте сақтап отырады, қай карта қайда тұрғанын. Сөйтіп ойын жалғаса береді. Ал Жантөре баста. Ахмет Байтұрсынова. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Танисың ба сен ол кісілерді? Молодец. Дұрыс алдың ба?
Иә. Бізде Жамбота бірінші парын тапты. Бұлар Сакен Сейфуллиннің жұбы. 2 картасы. Алихан Бөкейхан. Абай Құнанбаев. Осы Айназ бір минут. Осы оралықта мысалы тапқан адам осы картаны алып, оқып, сол адам тұлғамен танысып отыра алады, жаттап. Ох, Жамбота, сен осы баратсың. Ойын дәл осылай ұзақтығы енді қатысушыларға байланысты, санына байланысты әртүрлі уақытқа созыла береді. Сондықтан жалпы ойынның ережесімен түсінікті болды деп ойлаймын. Бізде қазір Жамботада 2 карта, уже 2 былайша айтқан кезде балы бар десек болады. Бірінші орында келе жатыр. Ойын толықтай барлығы тауып біткен кезде қолындағы жинаған картасын санайды, неше тұлғаны тапты, кімде ең көп, сол жеңімпаз ретінде саналады. Дәулеттен валюталарында, дәулеттен тұлғаларда дәл осындай ережеде ойнайсыздар. Каспий магазин арқылы немесе халық маркет арқылы сіздер тапсырыс бере аласыздар. Сілтемесі Дәулеттен Instagram парақшасындағы таплинк сілтемеде тұр, немесе стористерге салынады, сол жақтарға өтіп, болмаса Каспий магазин сол халықтың өзіне кіріп, Дәулеттен деп латын әріптерімен жазсаңыз, Дәулеттен деп тұр ғой, сонда сізге магазин ұсыныстарды шығарып береді, біздің дүкенді көрсетеді. Сәттілік, балаларыңызбен, өздеріңізбен ойнаңыздар. Бізге көп оқырман жазып жатады, балам осы ойынды ойнағаннан кейін телефон ұстауды ұмытты. Үй ішімізбен осы ойынның қызығына кіріп кеттік деп жатады. Шынында өте пайдалы, қызық ойын. Міндетті түрде алыңыздар, көріңіздер, балаларыңыз елді танысын, біздің ұлы тұлғаларды танып өссін.